Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Мейрамбекова Альбина Бақтыбекқызы. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы ChatGPT жасанды интеллекті. Бұл сабақта біз ChatGPT дегеніміз не, ол қалай жұмыс істейді, платформаға қалай тіркелу сұрақтарын қарастыратын боламыз. Ең алдымен ChatGPT дегеніміз не? ChatGPT OpenAI әзірлеген жасанды интеллектке негізделген тілдік модель. ChatGPT-дің мүмкіндіктерін айтатын болсақ, сұрақтарға жауап беруге, мәтін жазуға, аударма жасауға, код жазуға қабілетті. Ал ол қалай жұмыс істейді? Ең алдымен деректерді өңдеу. Үлкен көлемдегі мәтіндік деректер арқылы оқытылады. Тілдің грамматикасын түсінеді. Екіншіден, нейрондық желі. GPT моделі тізбекті мәтінді өңдеу үшін трансформер архитектурасын пайдаланады. Үшіншіден, контекстті түсіну. Алдыңғы сөйлемдерге сүйене отырып, контекстті сақтайды және жауаптарын түзетеді. Төртіншіден, үздіксіз даму. Жаңартулар мен жаңа деректер арқылы жетілдіріліп отырады. Ал енді біз видеода ChatGPT платформасына қалай тіркелу керек екенін көрсетеміз. Зарегистрироваться сөзін басамыз және де электрондық пошта арқылы болмаса Google аккаунт арқылы тіркелуге болады. Мен өзімнің Google аккаунтым арқылы тіркелдім және де өзіміздің толық аты-жөнімізді, туған күнімізді толтырып мәліметтерді енгіземіз. Бұл бізде ChatGPT платформасының ең бастапқы беті, жұмыс ортасы. Келесі біздің қарастыратын сұрақ ол ChatGPT интерфейсі. Интерфейсі қарапайым, әрі қолданушыға ыңғайлы етіп жасалған. Ол әдетте чат терезесінен тұрады. Мұнда пайдаланушы өз сұрақтарын немесе пікірлерін енгізеді, ал жүйе жауап береді. Интерфейс келесі элементтерден тұрады. Бірінші элемент ол сұрақ қою терезесі. Ең негізгі бөлігі болып саналады. Бірдеңе сұраңыз деген жерге әрбір пайдаланушы өзінің сұрағын, болмаса тапсырмасын жаза алады. Одан кейінгі екінші бөлігі ол жауаптар блогы деп аталады. Яғни Қазақстан Республикасы туралы жазылған ақпараттар бөлімі бізде жауаптар блогы деп аталады. Бұл жерде ChatGPT берген жауаптары көрсетіліп тұрады. Үшінші негізгі бөлімі ол параметрлер немесе қосымша мүмкіндіктер деп аталады. Ол бізде интерфейсінің оң жақ бөлігінде орналасқан. Міне де параметрлер деген батырма басамыз. Бұл жерде әртүрлі өзгерістер енгізуге болады. Мысалы, тілді таңдайтын болсақ, интерфейсін толығымен біз таңдаған тілге ауыстырып бере алады. Мысалы, мен орыс тілін таңдадым және де интерфейсінің түсін өзгертуге болады. Сонымен қатар, осы уақытқа дейін біз жалпы ChatGPT-ден сұраған сұрақтарымыз, тапсырмаларымыздың барлығы өзінің ішінде сақталып тұрады, яғни өзінің жадысы болады. Ол бізде интерфейсінің сол жақ бөлігінде көрсетілген. Мысалы, міне бүгін мен Қазақстан туралы мәліметтер іздедім. Ал оның алдындағы аптада басқа да тапсырмаларды сұраған болатын. Соның барлығы ішінде сақталып тұрады. Келесі персонализация бөліміне өтетін болсақ, бұл жерде инструкцияларды енгізсек болады. Яғни тұтынушы жайлы ақпараттарды енгізу арқылы біз өзіміздің сұрақтарымызға жауапты нақты ала аламыз. Мысалы, ең бастапқы бөлігіне өзіміздің аты-жөнімізді жазамыз толығымен. Екінші жерге, мысалы, мен Тараз қаласындағы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университетінің информатика педагогтерін даярлау мамандығының 2-ші курс магистрантымын деп жазып, және де менің магистрлік диссертациямның тақырыбы жасанды интеллект және де машиналық оқытуды мектептерде оқыту деп толық информацияны енгізетін болсам, келесіде менің сұрақтарыма, менің деңгейіме, менің енгізген мәліметтеріме байланысты ретіп толық жауаптар шығарып бере алады. Бұның бір жақсысы, мысалы, мектеп оқушылары болатын болса, олар өздері осындай сыныптың оқушысымын деген сияқты мәліметті енгізеді. Сол кезде сол оқушының деңгейіне байланысты жауаптар шығарылып отырады. Ал мұнда ChatGPT-дің мінездемесін енгізсек болады. Яғни біз одан қандай жауаптар алғымыз келеді? Нақты, дәлелденген,
ашық және де өте тексерілген, өзінің тағы да басқа деректерді енгізсек болады. Бұның барлығы жалпы тұтынушы жайлы мәліметтер деп аталады. Біз қаншалықты жақсы мәлімет енгіземіз, соншалықты ChatGPT-ден жоғары дәрежеде жауаптар ала аламыз. Мен өзім ChatGPT-дің тегін түрін қолданамын. Негізі ақылы түрі де бар. Оларды көретін болсақ, обновить план батырмасын басамыз. Бізде 1 емес 3 түрі көрсетілген. Оның біріншісі тегін, екіншісі ChatGPT 4+ деп аталады. Ол айына $20 төленеді, яғни 10.000 теңге. Екіншісі ChatGPT Pro, ай сайын $200 төленеді. Бізге әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ, ең алғашқысы тегін түрі. Тегін түрінің басқа ақылы түрлерінен айырмашылығы бұл жерде жылдамдығы баяу болуы мүмкін, немесе серверлердің жүктелуіне байланысты кейде қолжетімсіз болып қалуы да мүмкін. Мысалы, біз сұрақтарды, тапсырмаларды енгізетін болсақ, ол сұрақтарды түсінбей, ұзақ уақыт ойланып тұрып қалу мүмкін. Мысалы, сол кезден бастап біздің бағдарламамыз ары қарай жүрмей қалады. Және де тегін нұсқада күнделікті пайдалануға болатын сұрақтардың саны шектеулі болуы да мүмкін. Мысалы, біз бұл ChatGPT-ге күніне тек 10-15 сұрақтан артық қоя алмауымыз да мүмкін болады. Бұл бізде тегін түрінің басқа ақылы түрдерден айырмашылығы деп айтсақ та болады. Екінші түрі ол ChatGPT 4+. Бұның жаңағы тегін түрінен айырмашылығы жылдамдығы жағынан өте жақсы жұмыс істейді. Жүктемесі аз серверлерге қолжетімділігі жоғары деп айтсақ та болады. Ақылы түрінің айына төленетін сомасы ол $20. Одан кейін келесі қарастыратынымыз ақылы жазылымға ие пайдаланушылар үшін әдетте көп сұрақ қою шектеулері жоқ, немесе жоғары деңгейде жұмыс жасау мүмкіндігі беріледі. Сонымен қатар бұл бізде, мысалы, сіз жұмыс барысында, жұмысыңызда жаңағы тапсырмаларды орындау кезінде ChatGPT-ді өте жиі қолданатын болсаңыз, онда сізге ақылы түрін сатып алуға ұсыныс білдірер едім. Ал егер уақытша менің сияқты тек қана өте сирек қолданатын болсаңыз, онда тегін түрін қолдануға да болады. Ал үшінші Pro түрі бұл бізде көбінде компанияларға, болмаса бір холдингтерге арналған. Бұны қарапайым адамдар, яғни жеке бір адам жиі сатып ала бермейді. Ең жеке адамға арналған түрі ол ChatGPT+ деп аталады. ChatGPT-дағы промпттарға тоқталатын болсақ, жалпы промпты деген бұл жасанды интеллектке немесе тілдік модельге берілетін сұраныс. Бұл сұраныс мәтін, сұрақ, тапсырма немесе нұсқаулық түрінде болып келеді. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, маған мына тақырыпта эссе жазып бер деп біз ChatGPT-ден сұрайтын болсақ, ол бізге эссе жазып бере алады. Болмаса, мынандай мысал қарастырайық. Абай Құнанбаев туралы қысқаша ақпарат беріңіз дейік. Қысқаша ақпарат дегенде, бұл жерде бізге Абай Құнанбаевтың туған жылы, ол кім болып қызмет атқарды, қоғам қайраткері, композитор деген сияқты мәліметтерді, және де оның негізгі ең танымал еңбектерін бізге көрсетіп берді. Тағы да бір мысалдарды көрсетейін. Келесіде, мысалы, кез келген бір геометрия сабағынан есепті алайық. Осы есепті, суретте көрсетілген есепті шығарып бер деп сұрайық. Көрсетілген есепті шығарып бер. Болмаса тек қана суреттің өзін жіберсек те, ChatGPT оны түсінеді, бірден есепті шығарып береді.
тікбұрышты үшбұрыштың периметрі берілген, оның катеттерінің көбейтіндісі көрсетілген. Осыларға байланысты үшбұрыштың сырттай және іште сызылған шеңберлердің радиустарын анықтау керек. Берілгені, шешімі, яғни қандай формулалар қолданылады, соның бәрін көрсеткен. Катеттерді табудың формуласы және де төменге қарай іште сызылған шеңбердің радиустарын, сырттай сызылған шеңбер радиустарының формуласы арқылы бізге есепті шығарып беріп тұр. Сонда іште сызылған шеңбердің радиусы 2 см болса, сырттай сызылған шеңбер радиусы 5 см. Бұдан басқа мысалы бір ағылшын тілінде жазылған мәтінді алайық. Сол мәтінді бізді қазақ тіліне аударып бер деп сұрайық. Мәтінді қазақ тіліне аударып бер. Қазақстан кең байтақ далаларымен, күнбағыс алқаптарымен және әсіресе көптеген таулы жоталарымен танымал. Жоғарыда көрсетілгенде Алтай, Жетісу алатауы және де аңызға айналған Тянь-Шань деп көрсетілген. Енді дәл осы мәтінді түрлендір деп сұрайық. Яғни бізге өзгертулер енгізіп, мәтінді басқаша қылып көрсетеді. Мысалы, салыстыратын болсақ, екі мәтін құрылысына байланысты уже екі түрлі болып келеді, бірақ мағынасы жағынан бірдей. Мысалы, бірінші сөйлемде қос нүкте арқылы бір сөйлем жасалған болса, екіншісінде нүкте арқылы екі сөйлемге бөлініп жасалып тұр. Бұдан да басқа көптеген өзгерістер енгізуге болады. Мысалы, Ұлы Отан соғысына байланысты, соғысы тақырыбына байланысты 10 сұрақтан тұратын тест жасап бердік. Тест құрастырып бердік. Ұлы Отан соғысы қай жылдары болды? Ұлы Отан соғысы қай мемлекеттің фашистік Германияға қарсы күресін білдіреді? Бізде ChatGPT кез келген тақырыпта, кез келген бағытта қойылған сұрақтардың барлығына дұрыс жауап береді. Және де соңында міндетті түрде тесттің жауаптарын барлығын көрсеткен. Тағы да бір мысал, егер біз ChatGPT-ге неғұрлым көп ақпарат беретін болсақ, ол да бізге соғұрлым жоғары деңгейде ақпараттар беретін болады. Мысалы, мен 9-шы сынып оқушысымын. Маған Қазақстан менің отаным тақырыбында эссе жазып бер дейтін болсақ, ол 9-шы сыныптың деңгейіне сәйкес келетін эссе жазып береді. Бұл жерде мен 9-шы сынып оқушысымын дегеніміз бізде ChatGPT-ге көрсетілген бір белгі. Яғни бұл жерде ол кез келген бір мәліметті ала салмайды, дәл сол пайдаланушының деңгейіне байланысты сәйкес келетін мәліметтердің көмегімен эссе жазып береді. ChatGPT-дің ең алғашқы берген жауабына бірден қанағат етуге болмайды, себебі ол ең алғашқы сұраққа өте қатты күш жұмсамайды. Сондықтан бір сұрақты екінші рет түрлендіріп қоятын болсақ, ол екінші сұраққа біріншіге қарағанда көбірек күш жұмсайды. Сондықтан сұрақты бірнеше рет түрлендіріп қою арқылы біз ChatGPT-ден жоғары деңгейдегі сапалы жауап ала аламыз. ChatGPT-де промпттарды құру, яғни тек қана құру емес, дұрыс құру өте маңызды рөл атқарады. Егер промпттар нақты, анық және де дұрыс құрастырылған болса, онда біздің ChatGPT-дің берген жауаптары да соғұрлым пайдалы және де сапалы болады. Бүгінгі видео сабақты қорытындылайтын болсақ, ChatGPT адамдарға түрлі салаларда көмек көрсету үшін жасалған интеллектуалды жасанды интеллект. Ол білім алуға, шығармашылық жұмыстарға, ақпарат іздеуге және көптеген тапсырмаларды орындауға көмектеседі. Бұл технология мәтін жазу, есептер шығару, ғылыми зерттеулер жүргізу, шет тілдерін үйрену және де күнделікті мәселелерді шешу сияқты көптеген мақсаттарда қолданылады. Жалпы ChatGPT ақпаратқа жылдам қол жеткізуге, уақытты үнемдеуге және тиімді жұмыс істеуге арналған пайдалы құрал. Оның көмегімен кез келген адам өз мүмкіндіктерін кеңейтіп, жаңа жетістіктерге жете алады.